Пайдалы мен жақсыны біз беруге асықпыз, ақпаратты сіздерге жеткізуге ынтықпыз. Армысыздар, қымбатты достар, қымбатты қазақстандықтар. Қазіргі көптеген халықтың әлеуетін ойында жүрген бір сұрақ бар толғандырып. Ол әкімдік тарапынан берілетін үйлерге қалай кезекке тұрсам деген. Айта кететін жайт, әкімдік тарапынан берілетін үй тегін берілмейді. Яғни оған арнайы кезекке тұру қажет, арнайы бағдарламаларға қатысу қажет. Осыны ескере отыра, біз сіздерге арнайы нұсқаулық видеосын түсіруді жөн көрдік. Бірақ нұсқаулық видеосын түсірерден бұрын кішігірім сіздерге мемлекеттік бағдарламалар бойынша қалай сол тұрғын үйлерді алуға болатыны жайында кішігірім түсіндірме жұмыстарын жүргізіп беретін боламыз. Бәріміз назар салып, қазір тамашалайық. Қымбатты достар, қазір біз сіздерге әкімдікте кезекте тұрған жандар тұрғын үй құрылыс жинақ банкінің арнайы бағдарламаларын қолдана отыра қалай баспанаға қол жетуге мүмкіндіктері бар екенін түсіндіріп өтетін боламыз. Енді Нұрлы жер бағдарламасы. Нұрлы жер бағдарламасының 3 тармағы бар. Біріншісі 5-10-20, бақытты отбасы және де әкімдік арқылы берілетін үйлер. 5-10-20 бағдарламасына келетін болсақ, ол жерде пайыздық үстеме 5%, бастапқы жарна 10%. Бұл жерде сіздер жаңа үйлер, яғни құрылыс компанияларын соққан немесе құрылыс компаниясында соғылу барысындағы үйлерді алуға мүмкіндіктеріңіз бар. Бірақ құрылыс компаниясының соғылу барысындағы үйді алу үшін сіздер олармен үлескерлік келісім шартын жасасатын боласыздар. Ал үлескерлік келісім шартын жасасу үшін бағанағы құрылыс компаниясында, яғни мекемесінде міндетті түрде Қазақстанның тұрғын үй кепілдік қорымен шарты болуы міндетті. Егер шарты болмаса, сіздер аламайсыздар. Айта кететін жайт, 5-10-20 бағдарламасы бойынша дәл осы қалада Нұр-Сұлтанда максималды сомма 18 миллион. Максималды сомма дегеніміз, яғни сіз несиеге мысал алатын соммаңыз 18 миллион теңге. Егер сіздің ұнатқан үйіңіз 20 миллион тұратын болса, онда ар жағындағы 2 миллионды сіз өзіңіз жеке былай құйып, 18 миллионды несиеге рәсімдесеңіздер болады. Келесі бағдарлама. Ол бақытты отбасы. Бақытты отбасы бағдарламасында пайыздық үстеме 2, бастапқы жарна 10%. Бұл жерде бірінші бағдарламадан айырмашылығы, сіздер қолданыстағы тұрғын үй кешенін алсаңыздар болады, және де жаңа үйді алсаңыздар болады. Бұл жерде де максималды сома 15 миллион. Егер 15 миллионнан асқан жағдайда бағанағы асқан соманы өздеріңіз қосымша құятын боласыздар. Үшіншісі, қазіргі таңда бізде конкурсты түрде өтіп отқан әкімдік тарапынан берілетін үйлер. Әкімдік тарапынан берілетін үйлерге пайыздық үстеме 5%, алдын ала төлем 20%. Бұл конкурстық түрде өтетін болады. Қазіргі таңда бізде Нұр-Сұлтан қаласы бойынша бірінші конкурс тәмамдалды, 2 конкурс қазіргі таңда жүріп отыр бізде. Бұл жерде сіздер, яғни арнайы конкурсқа қатысып, кім салым көбірек жинады, көп уақыт жинады, кімнің балы жоғары, сол кісіге бұл жерде үй бұйыратын болады. Енді қымбатты достар, барлықтарыңызда келесі сұрақ туындап отқан шығар. Қалай мен әкімдік тарапынан кезекке тұрсам болады деген. Енді осыны ескере отыра, біз сіздерге қазір арнайы видео нұсқаулық түсіреміз. Алыстамаңыздар. Қымбатты достар, айып етпеңіздер. Айта кететін жайт, бақытты отбасы және де 5-10-20 бағдарламасына қатысу үшін сіздерде арнайы әкімдік тарапынан жолдама болуы тиіс. Ал үшінші Нұрлы жер бағдарламасы бойынша әкімдік тарапынан берілетін үйлерге сіздер конкурс барысында өтінім бере аласыздар. Енді кеттік, бәріміз бірге барып әкімдікте кезекке тұрайық. Жүріңіздер. Қымбатты достар, егов сайтына кіреміз, одан кейін өзіміздің жеке немізге кіреміз, кабинетімізге. Жеке кабинетке кіргеннен кейін, ең алғашқы бетте недвижимость дегенді басамыз. Недвижимость дегенді басқаннан кейін, сол жақта өздеріңіз байқап тұрған шығарсыздар. Покупка, продажа, аренда. Осы жерде міне көріп отырсаңыздар, показать все дегенді басасыздар. Показать все дегеннен кейін, мұны байқап тұрсаңыздар, постановка на учет и очередность, а также принятие местными исполнительными органами. Жалпы міне өздеріңіз байқап тұрсыздар ғой. Осыған кіресіздер, кезекке тұру үшін осыны басу керек. Дәл осыған басамыз, шамал күтеміз. Айта кететін жайт, яғни өтінімге кезекке тұру ол тегін.
стоимость услуги бесплатно деп тұр. Тағы бір айтатын жайт, сіздің жіберген өтінішіңіз 30 күннің ішінде қарастырылады. Яғни бір аптадан кейін неғып маған жауап келмей жатыр, мен қарастыруды ұмытып кетті деген ой болмау керек. Яғни 30 күн ішінде сізге міндетті түрде жауап келеді. Заказать услугу онлайнды басамыз. Заказать услугу онлайнды басқаннан кейін ең бірінші шаққа келеміз. Шаг 1. Постановка на очередь. Далее. Шаг 2. Бұл жерде яғни толыққанда сіздер өздеріңіз жайлы мағлұмат толтыратын боласыздар. Тағы да айта кететін жайт, жалпы кезекке тұра алатын 12 санат бар. 12 санатты жалпы ғаламтордың кез келген жеріне терсеңіз, ол жайлы ақпарат өте жеткілікті. Сондықтан біз оны бір-біртіндеп айтып отырмауды жөн көрдік. Яғни өзіңіздің санатыңызды біріншіден белгілеп аласыз, одан кейін мына жерде категория дегенді басамыз. Міне жалпы бағанағы санаттардың көрсетілген. Енді осының арасында мысалы осыны таңдайық. Ары қарай барамыз. Под категория, яғни бағанағы бірінші категорияның ішіндегінің қайсысына сіздің жататыныңызды, кіретініңіз білдіреді. Міне мысалға қайсысын таңдаймыз? Кез келген таңдайық енді. Мысалға мынаны таңдаймыз. Неполная семья. Основаниен жазасыздар, яғни бұл жерде де өздеріңіздің жағдайларыңызға, мәселелеріңізге байланысты нәрсені толтыру керек. Отсутствие жилья. Мына жерде толыққанда өздеріңіздің бағанағы деректеріңізді енгізесіздер. Ұялы телефон, иін, бәрін енгізіп болғаннан кейін жалпы сұрақ жауап бұл жерде. Сұраққа жауап беріп отырасыздар, толтырасыздар. Құрметті достар, завершить заполнение данныхты басасыздар. Ары қарай, яғни үшінші шаг ол подписание услуги. Екі түрі бар. Біреу SMS пен немесе ECP түрінде. Шаг 4, яғни сіздің бағана өтініміз қабылдағаныңыз туралы сізге хабарлама келеді. Одан кейін, яғни осы өтінімді өзіңіз аптасына бір рет. Енді бұл жерде 30 күн қарастырылады дегенде міндетті түрде сіздің берген өтінішіңіз 30 күн бойы тұрмауы мүмкін, 1-2 аптаның ішінде шешім шығып қалуы мүмкін. Енді оны қалай білеміз? Тағы да мына жерге басамыз. История получения услуг. Енді жалпы біз бұл жерде бұл мәселеге өзіміздің өтініміз бермегендіктен бұл жерде ол көрсетіліп тұрған жоқ. Осы жерге шығады, соған кіресіздер. Одан мемлекет тарапынан сізге берілген арнайы жауапты көресіздер. Егер сіздерге бұл мәселе мақұлданса, мақұлданды, қай тарапқа, қай санатқа жататыныңызды кіретініңіз көрсетіп тұрады. Егер мақұлданбаса, соны өзде көрініп белгіленіп тұрады. Ал достар, жалпы сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын. Рахмет. Қымбатты біздің достарымыз, дәл осы видео сіздер үшін өте танымды әрі пайдалы боларына біз өте сенімдіміз. Жалпы әр Қазақстан Республикасының азаматын баспанаға бір қадам жақындауы, баспаналы болу, өзінің үйлі, өзінің шаңырағы болуы біз үшін шамалы солған үлесімізді қоссақ өте үлкен қуаныш. Біз әрқашанда сіздерге пайдалы болатын, біз әрқашанда сіздерге өз септігін тигізетін видеолар түсіріп тұруға тырысамыз. Сондықтан дәл осындай видеоларды жіберіп алмау үшін Жилстрой Астана YouTube парақшасына тіркеліңіздер. Әр қазақстандық баспаналы болсын.